рахат өзі бір ерекше бала болды. Сол жастан ширақ болып ауыл балалармен ойнап жүріп бір күн келді, әкеммен күреске барайын деп. Мен қуандым, бар, күрес деген жақсы, өзім де жақсы көремін сол күрес спортқа келуіме себеп болған есік алдында онда бала тек 9-10 жасымызда Альбек деген, Еркін деген дос көрші балаларымыз, соларға еріп барып Омаров Есайын ағайдың жетекшілігімен сол кісіге тапсырып, сол ағайлардан тәлім тәрбие алдық. Есайын ағай, Омаров Қайрат, Жанасылов Бақытхан ағай, осы үш ағай бізді тәрбиеледі бала кезден. Жас кезімізден өздерінің тәрбиелерін берді. Сол тәрбиенің арқасында біраз шыңдарды, белестерді бағындырдық. Кішкентай кезінен бастап маған келді. Мен Жанайдар Рахаттың бірінші тренері болам, жаттықтырушысы. Рахаттың өзі еңбекқорлығын айта кететін болсақ, Рахат жаттығу кезінде мысалы 10 рет жаса деген затты 20 рет жасап, тәртіпті болды, үндемейтін бала болды. Ең бірінші жарысым осы ағадыр жасөспірімдер біріншілігі болатын, осы балалар жасөспірімдер спорт мектебінде. Сол ең бірінші жарысымда екінші орын алған болатын. Онда Босаға, Бұрма, Өспен, осы жан жақтан ауылдың тұрғындары, солар арасында өтетін жарыс көбінесе. Содан біраз жарыстар өтті, араға салып апта сайын, ай сайын жарыстарға қатысып жүрдік. Содан кейін ең бірінші шетелде жарыс болды, Ташкент қаласында. 13 жасымда ол кезде 2008 жылы Кубок Балтика деген сол турнирға алып барды. Жанашыл Сейсенбай ағайымыз бар, жаңағы сол кісі алып барды бізді сол жарысқа. Ең бірінші Ташкенттен күресіп, самбо күресінен әлем чемпионы болды. Соған қуанып бәріміз. Сол мезеттен бастап Рахаттың уже көзге жалғыз Ағадырға емес, бүкіл Қарағанды облысына көзге түсе бастады Рахат 2008-ден бастап. Барған жарыстарымызда міндетті түрде жүлделі орындармен келетінбіз. Көбінесе бірінші орын алатын Рахат. Бала кезінен жаңағы спортпен оқу мектебін қатар алып жүрді. Үлгерімі жақсы болды, жақсы оқыды. Спортқа да барып үлгеріп, жарыстарға барып жүрді. 11-ші сыныпты бітіріп, қалаға оқуға түстік. Қарағанды политехникалық колледжға түстім. Сол кезде спортты бірге ала жүрдім. Қаланың өмірі бар, біраз қиыншылықтар болды менде енді. Спортты тастап қоям ба деген, сол кезде маған үлкен сенім беріп, қолдау көрсеткен ағаларым бар, ағайларым бар. Омаров Жанат деген ағам көп маған қолдау көрсетті. Тастама күресті деп. Абиш Мақсат деген туған ағам. Соның қолында өстім мен. Олардың қолдаулары болды маған деген. Келешегім бар, болашағым бар, өсесін деген сияқты. Және де Сейсенбай марқұм ағайымыз бар. Ол кісі осы Ағадарға келіп жүргенде демалыс күндерде айтқан сөз бартын. Қанжанов Бейімбет, Тартаев Айдын, Смағұлов Жансай осы үшеуінен айырылма, сол кісілердің жанында жүр. Сөйтіп маған Дәурен Адамбаев Дәурен ағайға тапсырған болатын сол кісі. Солармен дайындал деп осындай бір үлкен өсиет сөзін айтқан болатын. Рахаттың енді ол мінез құлқына, жаңа ковердағы мінез құлқына келетін болсақ, өмірдегі мінезі бөлек, ковердағы мінезі бөлек болатын. Екеуі екі түрлі болатын. Ол енді жай өмірде жүргенде Рахат енді қой аузынан шөп алмайтын бала, былай айтсақ. Жуас, үндемейді. Ал енді коверға келетін болса, ол коверда ол Рахаттың енді ол жерде характері өзгереді. Қасқыр мінезді болады ғой жерде ол Рахат. Өте керемет жаңағы ковердағы мінезі масқара болатын. Бізде Астанада Валиевтің турнирі өтетін. Ол үлкен жарыс, международный жарыс өтетін самбодан. Соны Рахат 3 рет ұтты. 93-ті, 94-ті, 95-ті. Үйтіп Рахат сияқты 3 рет ұтқан Қазақстан бойынша ол жерде енді ешкім болған жоқ. Сол жарыста тарихи жеңіс жаңа Рахаттікі болды. Біраз уақыт өтті, біраз жарыстарға шыға бастадым. Сборныйға іліктік, ұлттық құрамаға. Қазақстан чемпионатта ересектер арасында екінші орынға солай ілігіп жүрдім. Ағайлардың да көзқарастары бізге деген үміттері арта бастады. Халықаралық дәрежедегі турнирлардан жеңімпаз бола бастадық. Әлем чемпионатына алаң қалаумен жолдама алдым. Жолдама алу маған үлкен бір сынақ болды мен үшін. 19-шы жылы Корея мемлекетінде әлем чемпионаты болды. Сол жарыста 3-ші орын иелендім. Сол жарыста маған барлық ағайлар чемпион боласың деп үміт артқан болатын. Сол үмітті аяқтай алмай енді алаң қалаумен 3-ші орынға ілігіп, қазақ еліне қоржынға қола салдық. Келесі жылы ел чемпионатында шамалы жолым болмады. Ағайларым
Жаңа Адамбаев Дәурен ағайым бар, сол кісінің бір сол жарыста ұтылып қалып трибунада жатқанда ағай келіп қолын ұстап құшақтап сонда айтқан болатын, сен әлем чемпионы болдырамын деп бір сертін берген болатын. Сол сөзге сендім да өзіммен өзім жұмыс істей бастадым. Режимімді, дұрыс тамақтану, дұрыс ұйықтау барлығына үлкен көңіл бөлдім. 40 градус аязда болсын қарамай жүгірген кездерім болды. Солардың ақталады деген үлкен үміт болды. Сол жылы ел чемпионатында чемпион болып алаң қалаумен Ташкент қаласына жолдама алдым әлем чемпионатына. Жаз айында Кстово мемлекетінде турнир болды, үлкен бір турнир. Сол турнирда аяғымды сындырып алдым. 3 минут бойы жаңа орыс палуанымен бір-бірімізге болевой тартып, аяғым іскетіп, бүкіл мышцалары бәрі жыртылған болатын. Жаңа гипспен келдім. Чемпионат мераға бір 2 ай ма 3 ай қалды уақыт. Сол неге қарамастан өзіме андай мақсат қойдым да. Біраз адамдардан естідім былай. Чемпионат мераға қалай барасың, сенің аяғымен сенен үміт жоқ қой деген сияқты. Бірақ өзімде андай ішімде не болды андай. Мен ұтам деген сияқты. Өзіме бір жігер бердім да. Аяғымдағы гипс шешіп тастап, жылап жүріп жүгірген бір видеоларым бар. Өзіме мотивация беріп, кросс жүгіріп келемін, бір күнде 20 километр жүгірдім, күнде 20 километр жүгіріп кеп, көк резина барын ағайын сыйлаған. Соны 3 рет тартатын. Мен осыған жетем, әлем чемпионы бағындырам деп. Әлем чемпионы болмай тұрып, Ташкент қаласында Азия чемпионаты. Сол Азия чемпионатында мен түркмен балуаны есе жердім. Сол жылы 2-ші орын алып қалдым. Елге оралып, кішкене үлкен жарыстар, сборлар болды, көп нагрузка алдық. Содан кейін адамға кішкене демалыс керек болды. Соны ауылға келдім осы Ағадырға. Тау жаққа барып кішкене өзіме бір серт бердім. Биыл мен Алла қаласа әлем чемпионы боламын деп. Сол арманыма қол жеткіземін деген үлкен бір сенім болды. Өмірде адам негізі алдына мақсат қойса, ол бәрібір өз мақсатына жетеді. Аянбай тер төксе, айтады ғой, бір затқа жету үшін жүгір дейді. Жүгірмесең жүр дейді, жүре алмасаң еңбекте дейді. Бірақ мақсатына жету үшін сен тоқтама дейді. Тек тоқтама. Сонда ғана сен армандаған мақсатына тек жетесің. Сол жылы сбор болды, Мирдің алдында, Боровай қаласында. Сосын әлем чемпионатына алаң қалаумен аттандық. Сол әлем чемпионаты күні, сол бір күн бұрын ағайым сезді қойдым, мен жақсы пик формада жүрген. Сонда қолымнан ұстап айтқан болатын, адам пик формада болғанда ешқашан ұтылмайды деп. Сол маған қатты жігер берді. Өзім күресімде бәрі жақсы өтіп, сосын алтынға қолын жеткізіп, көк туымызды Ташкент қаласында желбіретіп, бір арманым орындалып, солай жетістікке жеттім. Medal goes to Raghat Jananiev, Kazakhstan. Еңбек еткен ерінбей, тояды қарын тіленбей демекші, қаншама еңбектің маңдай терінің арқасында Рахат әлем чемпионы болды сөйтіп ересектер арасында. Өкінішке орай жарысқа барамадым. Мемлекетіміздің аға бапкерлерімен барды. Өзіміз телевизордан көріп, интернет желісінен көріп, қатты қуанып отырдық өзіміз. Көзімізге жас алдық Рахат чемпион болған кезде. Ең бірінші сол Рахат қой, оқушыларымыздан әлемдік деңгейге шыққан. Рахаттан кейінгі Санжар деген баламыз болды, Балғынбек Санжар. Ол 2016-да Индия мемлекетінде дзюдо күресінен бірінші Азия чемпионы атанды. Бірінші спорт шебері атағын алды. Рахаттармен бірге кілемде, бірге тренировкасында, бірге жарыстарға барып жүрген Қайырымбек Сұңғат деген бауырымыз бар. Спорт шеберлері арасында міне жақында Парижде өткен, Франция мемлекетінің Париж қаласында өткен ересек спорт шеберлері арасында қола жүлдегер атанып келді, 3-ші орын алып келді. Артынан Лешала Ниетхан деген баламыз, Төлеухан Ниетхан деген, ол енді жауынгерлік самбодан Бишкек қаласында, Қырғызстан мемлекетінің Бишкек қаласында жауынгерлік самбодан ол чемпион болып келіп жатыр. Бірінші орын алтын алып келіп жатыр. Ол енді Қарағанды облысы бойынша ол тарихи жеңіс. Өйткені кім Ниетхан сияқты жауынгерлік самбодан әлем ұтқан Қарағанды облысында ешкім жоқ. Оның алдында дзюдо бөлімінің жаңағы
Еркен Бегали деген баламыз бар. 3-ші Азия ойындары Бахрейн мемлекетінің Манама қалада өтті. Манама қаласында ол жерде жаңа Бегали ол да міне чемпион атанып келді ол. Біздің мектебімізден Алтай Айша деген Еркен Бегали екі бала барды. Ол Азия ойындарына екеуі де чемпион болып келді. Оның бәрін енді қарап отырсақ, оның бәрі жаңа арбаның алдыңғы дөңгелегі қайда барады, арты сонда барады демекші. Міне Рахат бауырымыз бастаған жолды міне биылға дейін балалар жалғастырып келе жатыр. Биылдың өзінде міне осындай жеңістер, жетістіктерге жетіп жатырмыз. Ағадыр мектебі. Енді біздің Ағадыр мектебіне келетін болсақ, Ағадыр мектебі ол өте мықты мектеп. Қазір Қарағанды облысында емес, даже Қазақстан Республикасында бір жарыстарға барып жатсақ, уже бізбен Ағадырды байқау керек деген әңгімелер туып жатады ол жерде. Корона приемында оны Ерсайыннан, Омаров Ерсайынды ең бірінші жаттықтырушым сол кісі қойған болатын. Жаттығуда бір прием көрсетейін деп сол приемді көрсетіп жүрді. Бірақ ол прием біраз жарыстарда шықпай қойды менде. Азия чемпионатындағы сосын келемде жаңағы резинамен жаңағы Дәурен ағайымыз бар, сол кісілер күніне 1000-3000 рет подбор жасатқызып қоятын жаттығуда. Соны қайталап жасай беретін. Сосын ақыры сол әлем чемпионатында әдемі шықты сол прием. Өзі сәтті орындалып, сол прием одан барлық Қазақстан, барлық самбошылар, барлық ел мойындады ғой, ол мықты прием екен. Әлемге дейін жасап жүр ғой приемді. Қазір жастарымыз соны қолдап жүр сол приемді. Осы жұмыс жағына келетін болсақ, мен Қазақстан теміржол компаниясында жұмыс атқарамын. 7 жылдай Қарағанды Сұрыптау қаласында электромеханик болып жұмыс істедім. Яғни ол жерде қара жұмыскер, опораға мінесің, сымдар жалғайсың, тоқтар жалғайсың, кешке 5-ке дейін жұмыс істейсің да, кешке 5-тен кейін жаттығу қарасын, 2,5 сағаттық жаттығу. Сұрыптау қаласынан мен жаттығу жасайтын жерім арасы 1 сағаттық жер. Соған күнде барып кеп істеп жүрдім солай. 2 жыл өткеннен кейін 1,5 жылдай энергодиспетчер болып жұмыс істедім. Қазір Ағадыр өзімнің туған жеріме Ағадыр Түйіспелі желі ауданы бастығы болып тағайындалдым. Осы жерде қазір жұмыс атқарудамын. Болашақта енді бала тәрбиелесем бе деген ой бар енді, Алла қаласа. Чемпиондар шығарғым келеді. Мүмкін дзюдо күресінмен де шеберлер арасында болсын өзімнің бағымды сынап, әлі де туымызды желбіреткім келеді. Қазіргі жастарға айтатын өзімнің ақылдық сөзім, тек ерінбеңдер, қай салада болсын, өзінің арманына жету үшін тек еңбек ету керек. Еңбек етсең ғана Алла Тағала саған жемісін береді тек қана.